Шымкент қаласында полицейлермен түнгі рейд жұмыстары жүргізілді. Түнгі 10:00-ден кейін ата-анасының қадағалауынсыз ойын-сауық орталықтарында жүрген кәмелет жасқа толмаған балаларға түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Тақырыпты тілші жалғайды. Іс-шараны ұйымдастырушылар Шымкент қаласындағы 5 аудандағы ойын-сауық орталықтарын назарға алды. Ойын-сауық орталықтары мен дәмхана иелеріне түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, тәртіп бұзушылық орын алған жағдайда әкімшілік жауапқа тартылатындары қатаң ескерілді. Бүгінгі күнде 16 ақпан 24 жылы Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен рейдтік іс-шара ұйымдастырудамыз. Бұл рейдтік іс-шараның мақсаты алдағы жасөспірімдердің арасында қылмыстарды азайту, және де осы ата-анаусыз қараусыз жүрген кезде жасөспірімдердің қылмысы болмау мақсатында ұйымдастырылып жатқан жағдайымыз бар. Бұл іс-шара алдағы уақытта 5 ауданда қазір жоспар бойынша 5 ауданның бәрін аралап, осы қылмыстың бәрін алдын аламыз деген ойдамыз. Осы іс-шара алдағы уақытта жалғасын табады. Жалпы тексеріс бойынша ойын-сауық орындарында болған 15 жасөспірім мен түнгі уақытта үйлерінде болмаған 74 жасөспірім анықталды. Тексеріс барысында жас өлшейтін арнайы құралмен тексеріс жүргізіліп, нәтижесінде ұсталғандар да болды. Яғни бүгінгі таңда қазір акиматпен бірлесе отырып, жастар ресурспен бірлесе отырып, түнгі уақытта жасөспірімдерді рейдтік шара жүріп жатыр. Рейдтік шара мақсаты, яғни жасөспірімдерді қылмысын алдын алу, болдырмау мақсатында рейдтік іс-шара ұйымдастырып жатыр. Қазіргі таңда біз Тұран ауданына қарасты ойын-сауық орталықтарын және де түнгі уақытта ата-анасыз жүрген жасөспірімдерді анықтау мақсатында рейдтік шараны ұйымдастырып жатыр. Бүгінгі таңда жастар арасында құқық бұзушылық орын алып жатқаны жасырын емес. Десек те полиция қызметкерлері мұндай жайттердің алдын алу үшін тыңғылықты жұмыстар жасап жатыр. Ата-аналарға кәмелет жасына толмаған балаларын қараусыз үйден шығармауды ескертеді. Алдағы уақытта да мұндай іс-шаралар үздіксіз жүргізіліп отырады, дейді полицейлер. Дастан Андақұл, Айбек Бекбауов, Қайыржан Бекберген, Әділет ақпарат.